Алматыны Есімовке дейін басқарған әкімнің бірі Храпуновтың кезінде қаланың 150 жылдық мерейтойын атап өтемін деп ал өкпе болғанын білеміз. Кейіннен ғалымдар оған отан тарихынан аздаған дәріс оқып, шаһардың 150 емес, 1000 жылдық шежіресі барын түсіндіріп әзер тоқтатқан еді. Бұл жолғы қала билігіне де сондай түсіндіру жұмыстары қажет секілді. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізілген 3 бірдей нысан болса, соның бірі Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Таңбалы шатқалы. Тасқа қашап салынған мұндағы суреттер мен көне қоныс молаларды археологтар 1957 жылы тапқан болатын. Содан бері аз зерттелген жоқ, бірақ қорғап сақтап, елге таныстырып, игілігін көрейін деген адам болмады. Тың игеру жылдары кей жәдігерлер талан-таражға түсті. Қойтастар мен серке шоқылардағы суреттердің құндылығына бойламаған партия белсенділері оларды колхоз-совхоздардың қоражайын салуға пайдаланды. Бертінде соның біразы қайтарылып, мұражайдан орын тепті. Қазір жартастағы суреттер түгелдей мемлекеттің қамқорлығында. 2003 жылы үкімет қаулысымен Таңбалы мемлекеттік тарихи мәдени және табиғи қорық мұражайы ұйымдастырылды. Қазір тарихи мекенге туристер тарту ісі қарқынды жүргізіліп жатыр. Дамыған технологиялар болмаған кезде осындай әдемі суреттер жасап кеткен таң қаламын. Мәдина Әбдіқадыр бүгін таңғалып Таңбалыға тағы келді. 45 минут кабинетте кітаптан оқығанда енді табиғат аясынан көріп білуге құштар жас өрен. Мұғалім үшін де тарихты мұқабадағы сурет емес, жусан иісі бұрқыраған даладан асқан көрнекілік жоқ сірә. Күн бастығы да, яғни оның Қазақстанда көп мемлекеттік марапаттау белгілерін қолдануы. Біз сұрақтарына толық негізде жауап беріп, оның не мақсатта қолданатынын толыққанды жеткізіп отырамыз оқушыларымызға. Елеусіз Жампейісұлын жергілікті халық Таңбалы тастың шырақшысы деп құрметтейді. Іскер азамат біраз жыл бұрын шаруаның басын құрап, мұнда сапаршылар орталығын ашыпты. 28 гектар ат шаптырым аумақ алдағы 2 жылда тұтастай этнотуризм ордасына айналмақ. Туристер тарихпен тыныстағаны өз алдына, жанға жайлы жағдай болмаса, келуге тартынатын кірпияз халық. Соның үшін инфрақұрылым дамыған кешенді жоба қолға алынды. Сырттай өңілгенде бұл бір тұтастай туристер тыныстап, тарихтан тәбәрік алатын руххана болмақ. Құдды бір модерн музей. Келген туристер өте жоғары деңгейде демалыс орындар болса, сол жерге келіп тоқтайды. Анау көшпенділер заманына келсе, біздің қазақи үйлерімізге келіп тоқтайды. Караван-сарай орта ғасырдағы дүние болса, оған келеді. Қола дәуіріне болса, жаңа қола дәуіріндегі тұрған жаңағындай ғимараттар болу керекті, соны сезінеді. Жалпы Таңбалыда 5000-нан астам сурет бар. Орналасу тәртібіне қарай 5 топқа бөлінген, олардың ішінде күн құдайы, ай құдайы секілді 11 құдайдың бейнесі ерекше. Сонымен қатар төрттілік дала тағыларының аң аулаған, атқа мінген адамдардың суреті көп. Тіпті бізге беймәлім жануарлар кездеседі ара-тұра. Бір қызығы, бұл туындылардың барлығы жартастардың батыс жақ беткейіне ғана салыныпты. Түрлі тарихи кезеңдерде бұл суреттер сақталынып отырған, ешкім оларды өзгертемін деп әлек болмаған. Мәселен, түркі заманында тастағы элементтерді бұзбай, жанына өз суреттерін қалдырып отырған. Міне, анау түркі байрағы бейнеленген. Оның қасында салтатты адам. Бұл ненің белгісі? Әр тарихи кезеңде ата-бабаларымыз өзінен бұрын өткен бабаларының жазбаларына, тарихына құрметпен қараған. Қорық мұражай қызметкерлері тастағы таңбалардың тағдыры үшін қолдан келгеннің бәрін істеп жатыр. Жылма-жыл ескерткіштердің сынғанын бүтіндеп, өшкенін өңдеп тұрады. Қазірге дейін 5000-нан аса сурет паспортталып көшірмесі жасалды. Әрине бұл үлкен істің басы ғана, әлі атқарар шаруа шаш етектен. Соның бірі бүгінгі күннің адамы жазып кеткен сұрықсыз жазбаларды өшіру. Көне бабалары сурет салса, қазіргінің адамы тасқа аты жөнін жазуға құмбыл. Қазіргінің адамдары қашап жазып кеткен жазуларды өшіріп жатырмыз. Мұнау терең салынған екен. Осы жерде болған бір сырды жазып қалдырғысы келген болу керек. Бір эротикалық көріністі қашап кетіпті. Мұнда экскурсияға балашаға көп келеді. Солар көрсе ұят қой. Әрең кетірдік, құрысын. Бұл жұмысты былтыр бастадық. Жұмыс алдымен зертханалық жағдайда жүреді. Таңбалы тасты сақтап қалу дегенде Елеусіз Жампейісұлы мәселенің заңдық қырын алға тартады. Ұлттық табиғи парктерді қорғаған сияқты, тарихи мәдени мұражай қорына да көздің қарашығындай кірпияздық қажет. Әйтпегенде, саятшылық құрып, қорықта қорғылған аңшыларда қисап жоқ. Дұрысы, қорықта құмарын қандыратын, оларда құрықтайтын заң осал. Одан қалды Таңбалы тасқа өз қолтаңбасын қалдыруға тайынбайтындарға дауа жоқ. Дұрысы, қолдан келер заңды шара жоқ. Біз тоқтағанда ескертіп айтамыз.
мынаны істеуге болмайды. Біздің бұл тарихи мәдени мұра, бұл жерде жаңағындай режимі басқа, ерекше аймақта, сондықтан сіз осындай территорияға еніп кеттіңіз. Бұлай мәшинеңізбен жүруге болмайды, не болмаса қолыңызға мылтық ұстап жүруге болмайды дегенде, азаматтарымызға тоқтатқанда қандай шара қолданамыз? Заң керек екен. Біздің тарихымыз тасқа жазылған тарих. Бұл тарих Қытай деректерінен де сенімді. Ресей жазбаларына қарағанда да айғақты. Тасқа басылғанда табиғаттың талай тәлкегі де өшіре алмаған. Бұл тарих ешбір елдің мүддесіне ығып, бұрмаланған жоқ. Ешбір елдің сойылын соғып, кәдесіне жарап, қашалған жоқ. Өйткені тарихты қашағандар хан шатырындағы тәуелді суретшілер емес еді, қарапайым халық еді. Қараша халық адамның сол тұстағы өмір сүру салтын қашада, таным түйсігін бедерледі. Келер ұрпағы білсін көрсін деді, іштен түйсін деді. Келдік, көрдік, рухтандық, арқаландық. Алматы облысынан Әуесбайдың қанатымен Жаңбырбайдың ержаны, Апта KZ.